Сәлем қыздар, бүгін біз сіздермен күнжітпен дайындалатын шағын пиццаларды бірге әзірлейтін боламыз. Видеоны тамашаламас бұрын менің арнама жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға 200 грамм қатты ыстық емес суымызды құямыз. Үстінен 2 ас қасық табиғи айранымызды құямыз. Грецкий йогурт пайдалансаңыздар да болады. Не болмаса сметанамен ауыстырсаңыздар да болады. Енді үстінен бір дана жұмыртқамызды салып, барлығын біркелкі болғанша араластырып аламыз. Сонда біздің қамырымыз бір жерінде жұмыртқасы бар, бір жерінде жоқ болып қалмайды. Осылай араластырған кезде судың температурасы түседі. Осы уақытта үстінен дрожжымызды, қантымызды, тұзымызды барлығын салып, тағы да араластырып аламыз. Електен өткізілген 600 грамм ұнымызды қосып, қамыр елеп бастаймыз. Қамырымыз бізде өте қатты болады, үстінен су қоспаймыз. Осылай біріктіріп алғаннан соң, үстінен 80 грамм сұйық майымызды қосып, қамырымызды илеуді жалғастырамыз. Бізде өте әдемі, плотный қамыр пайда болады. Мінекей, қамырымыз дайын, үстін целлофан пакетпен жауып, ыстық жерге көтерілгенше алып қоямыз. Қамырымыз осылай көтеріліп шықты, теңде 2-ге бөліп, әрқайсысын 7 бөлікке бөлеміз. Егер отбасы мүшелеріңіз кішігірім болатын болса, осы рецепттің жартысын пайдалансаңыздар да болады. Осылай домалақтап аламыз, және де 5 минутқа тындыруға қоямыз. Бұл уақыт аралығында күнжітқа арналған сиропымыз дайындаймыз. 50 грамм суымызға 2 шай қасығында балымызды қосып, бір келкі болғанша араластырып аламыз. Енді дайын болған қамырларымызды ең алдымен сиропқа, сосын күнжітке батырып аламыз. Банкамен не болмаса стаканның артқы жағымен осылай жасап шығамыз. Және де алдын ала дайындап қойған начинкамызды саламыз. Менде сыр, помидор, болгар бұрыштары және де колбаса. Ең астыңғы бөлігіне сырымызды салып аламыз, қалған начинкамызды қосып, үстіне тағы да сыр пайдаланамыз. Сыр жақсы еритін болса, өте керемет болады. 200 градустық пеште қызарып дайын болғанша пісіріп аламыз. Мінекей, біздің шағын пиццаларымыз дайын. Жасап көріңіздер, міндетті түрде жақындарыңызды қуантыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.